Енді атрофия дегені сол асқазанның ішіндегі сыртқы қышқылды бөлетін бездер жұмыс істемейді. Сонда асқазанның ішін қарасаңыз, қазіргі жас балалар, олардың асқазанның ішінде почти что жаңағы ана бұрын қазақтар асқазанның түгі кеткен екен, сөйтіп айтыпты дегенді естідім. Сондай асқазанның түгі кеткен жастар. Оны тамақты, мына тамақты ол балаларға өздеріңіз де көріп жүрген шығарсыз. Қазіргі жас балалардың алдына мына тамақты қойсаңыз, жемек түгіл жиіркенеді. Неге? Өйткені себебі оны қабылдайтын организмде микроэлементтер жоқ, түсініп отырсыз ба? Оған бөлінетін соль, сок жоқ. Оны бір рет жеген кезде аяқтан ештеңе өт қабылдамайды. Жаңағы соль бәрі бөлінбегеннен кейін бұлар қорытылмайды. Мынаусыз. Түсіндіңіз ба? Химиялық элементсіз. Содан кейін мынаны организм жаратпайды. Сіз өзіңіз осы дұрыс сау адам бір нәрсені жеп қалып кіріп алсаңыз, қайтып ананы әкеліп берсе алыстан қашасыз ба? Бір рет одан ұшындыңыз ғой. Сондай сияқты бұлар ұшынған адамдар сияқты қабылдай алмайды. Даже үйге кіріп келген кезде менің 16 жасар қызым екеуміз енді соғымнан қалған барымызды асып аэропорттан алып келіп үйге кірген кезде папа, чем воняет дома? Эй, қазы қартаның, а что так мясо испортился деп тұрды. Ана қазы қартаның үйге кіріп келген әдемі иісін. Біреуін дәмін көрген жоқ. Пицца заказ берді, с этим она не? Что мы заказали? Ой, ішіне балық салатын суши заказ берді, суши. Тез балдардың сол. А сушидің қала сыртындағы қабығы қап-қара. Соны қалай жасайтын мына кісінің ютубынан көруіңіз келеді, қай жерде қалай жасалып жатқанын. Сол кезде қоясың ба жегуді? Қоймайсың ба? Ана үстіне көрсетсең де ана жастарды қойдырта алмайсың. Өйткені одан басқа онда нәр жоқ, жейтін тамақтары сондай. Бұл қасірет. А мына памперс дегендерін вообще айтатыны жоқ. Памперс киген қазіргі 25-тегі балалар үйленгенменен бөпе жоқ. Бөпе жоқ айтып Қайғы 2 жыл 3 жыл жүреді да бір-біріменен сөйлесіп, неге бөпем жоқ десе енді не деп айтады? Өзіміз ғой енді планировать етіп жүрміз, анау мынау дейді, жайлап экоға барады. Қазір өздеріңіз білесіздер, пәлен миллиард ақшаға ана қаладан эко ашылып жатыр, мына қаладан эко ашылып жатыр деп. Искусственно оплодотворение ол табиғи жолмен болмайтын себебі жалпы Құдай тағала ер азаматтың 2 жұмыртқасын сыртқа денеден тіс жаратқан екен. Ол біздің медицинада оқығанда да солай. Көрінісінде ғой? Өйткені себебі бұл сырттағы ұма 2 қалтада болады. Оның ішіндегі жұмыртқаның өмір сүру температурасы бүкіл кітаптан да, ютубтан да, қай жерден қарасаңыз да тауып аласыз. 34-35 градус, 35-тен жоғары қызбау керек жұмыртқа. Түсіндіңіз ба? Адамның температурасы 36-36-тан жоғары. Кейбір балалар іштен туған кезде бір жұмыртқа түспей туатындар бар. Сонда криптархизм дейді. Біз соларды 3 жасқа жетпей операция жасап қалтаға түсіруге тырысамыз. Әдемілік үшін ертеңгі күні түгелдейлеу деген әңгіме емес. Ол ана 36 градуста жатқан жұмыртқа ертеңгі күні жаман тінге айналып, ішіндегі бүкіл нәрсенің барлығы қатып пісіп, жаман ауруға айналатын болғасын, ұрпақсыз болып қалатын болғасын түсіреміз. А мына ұма деген өзі жаңа жұмыртқаның сыртында ұма 7 қабаттан тұрады. Оның ішкі 2-еуі, сыртқы 2 қабаты температураның градусник сияқты қызмет атқарады. Ана температураны сезеді деп тұрады. Егер де мына 36-34-тен төмендеп тоңып бара жатса, өзінен өзі жиырып әкеліп денеге 36-ға жақындатып жылытады. Одан ысып бара жатып 35-тен жоғарып қалса, салбыратып жіберіп, суыту керек. Термостат. Түсіндіңіз бе? Машинаның термостаты сияқты жұмыс істейді. Мына қараңыз, қазақ ата-бабаларымыз дамбал киген ғой, анау салақтап жүретін болды. Өзінің температурасын ұстайды. Ол шалдар 70-80 байлар болған ол шалдарда. Оның бер жағындағы үкіметтен түресеге алып киген біздер плақ киді. Тырыстырып. Олар 40-тан кейін бала көтеруің не қайбыл, анау пісіп қалып деген сөз. Оның бер жағындағы памперс кигендер, памперстің ішінде 36 емес, 37-37-тен жоғары температура қайнап жатыр. Тем более сідік шығады.
сідікпенен ананың ішінде химиялық элемент екеуі химиялық физикалық не дейді? Реакция өтеді химиялық. Реакция болған жерде температура жоғарылайды, буланады. Сонда сол жерде памперстің астында бықсып отырған екі жұмыртқадан түк қалмайды. Ол ештеңе емес. Кішкентай кезінде өліп қалады ма сонда? Уже жарамсыз болып қалады. Ана қазіргі балаларда бір жасына, бір айға жетті. А че ол памперсті неге біз екі тесіп былай сыртқа шығарып кигізетін вариант жоқ ма? Онда оның не қажеті бар? Памперсті киюдің қажеті жоқ. Бұрынғыдай баланың бұтына кәдімгі ана жаялып, бөліп содан салып, сөмкеге қалғанын салып жүріп, жалпы бала, аяқта жатқан бала ұйықтап отқан сәби шар ете қалса, ай, бүлдіріп қойды дейді ғой. Қазіргі балалар сол нағиған күнде жете береді ғой. Ішіп қойса да, өйткені ол сезбейді уже. Бір қызығы, мен военкоматта қараймын ғой. Военкоматтан уже 16-17 жаста бала келеді. Соларды қарап бәрі жалаңбыз келеді алдыға. Бір-бірлеп кіреді. Сосын айтады, ертең аяққа барғанда, басқа да болып қалғанда проблема болса, қазір айт дейсің ғой. Сонда олардың кейбіреулерін айтады, ағай ешкімге айтпайсың ба дейді. Айтпаймын. Сонда айтады, қаттырек жаңа пиіп ішеді, масаңдау болып келсем, шаршап келіп ұйықтасам, бұтыма шықпаймын дейді. Өйткені ол бала сәби кезінде миына рефлекс келіп, бұтыма сеп қойдым деп шар етіп оянбаған балалар бар. Рефлекс қалыптаспаған. Кішкене масаңдау болып келсе, бұтыма шықпады. Ол бір. Бір ай, екі айлығында кіттай балаларды әкеліп жатыр. Әшеуінің басы қып-қызыл болып іріңдеп. Бүрік дейтін ауру. Қазақшасы фимоз. Оның фимоздың кезінен бүріктің кесірінен сіңіп қалып, жерде бұрсып, инфекция. Орыстарда болатын ауру болды көбіне. Оның әр жағы баланопастит, үрпінің аузының іріңдеуі деген ауру қалып келеді. Сосын амал жоқ оның басын ажыртып, ашып, емдеп, ақырағанда жасына жетпей, екі айлығында сүндеттеу жіберетін кезімізде болады, амал жоқ. Түсінесіз ба? Бүрік деген ауру қазақта болған, ертеректе бүріктеп қойған ғой. Ол балалар кімде болған? Даңғөт балаларда болған. Даңғөт деген бұтына ештеңе кимейтін, жалаңдып жіберетін балалар ғой. Бүрік неден пайда болады? Бүрік не нәрседен? Мына әшеудің басы ең жұқа тері емес қой, ең сезімтал сондай орган. Түсінесіздер, сол қасқа ана жердегі ана памперстің ішіндегі бәлені сезіп, содан қорғанып басы біліп барды. Ертедегі ата-бабаларымыздың даңғөт балаларда болған бүрік, жерге отырып ойнап, боқтың үстінде ойнаған кезде ана жерден қашып бүрік болған ғой. Ертерек бүрік болып қалып, піштіріп жіберген. Қазіргі балалардың 90%-ында бүрік. Еще ол бүрік әрі қарай инфекция қонып, іріңдеп, баланопастит болып келеді. Ол деген, значит, баланопастит болды деген сөз ғой бала. Мынаның басындағы ірің деген ол микроорганизм, олар үрпінің ішімен кіріп, ол балада уретрит, цистит, хронический. Простатит бар деген сөз. Сәби нәресте кезінде. Сондықтан да памперс айтатыным памперстен аулақ болу керек. Сонымен памперстен, тамақтардан аулақ болу керек. Коладан аулақ болу керек. Не только кола. Жалпы мыналардың ішіндегі барлығы углекислый газ. Қазіргі ішіп жүрген сыралардың барлығы искусственный порошокпенен араластырып, шамалы қызда жіберіп, үстіне углекислый газды құйып, темір бақтың ішіне құйып әкеліп береді, содан бысылдатып құяды да, жарты сағат ішпей тұрсаң моча болып қалады. Біздің кезіміздегі пиволар іштік, ажастыратын жоқ. Ол жаңағы бензовоз, пивовозбен алып келіп, шлямгімен құяды, анау аузынан кружканы құяды, сонда көпіріп атады. Кім екен? Таза ашылып, су судан алған не ғой? Ол таза қайнатылған.